Сәлем достар, қалдарыңыз қалай? Бүгін ауа райы керемет болып тұр Алматы қаласында. Соны пайдаланып, қызымыз екеуміз прогулкаға шықтық. Мынау Абай көшесі. Мұнда торговый центр променад бар. Және де Балуан Шолақ атындағы спорт кешені. Ауа райы керемет болып тұр. Қазір құрбыларыммен кездесеміз. Керемет атмосферадағы ресторанда отырамыз. Сол жерден обзор жасаймыз сіздерге. Достар, осындай тмин деген тамақтанатын жерге келдік. Қыздар әлі жолда келе жатыр. Осылай кіреді екенбіз. Өте күшті екен, столиктің қасында сыртқа қарап отырған. Әдемі екен. Осындай терезе жақтағы столиктерге резерв қойып қояды екен. Мына біреу босады, алып үлгердім. Бәрі толы. Күшті. Мен ботақаным ұйықтап жатыр әлі. Қалада ұйықтап қалған еді. Кішкене ұйықтай тұрсын. Қай жерде резерв екен, қараңыздар. Күн әдемі болып тұр бүгін. Мына жақта іште орындар бар дейді, бірақ мен именно осылай терезеге қарап отырғым келді. Жақта бар. Қыздарым келді деп қой. Опа! Заказ берейін деп жатырмыз. Ботақан ұйықтап тұрды. Не береміз, қызым? Бағалары қол жетімді екен. Қызым, бер. Көрсетейік та, қызым. Қараш. Салаттар, неше түрлі. Салаттар. Судак деген алғым істемейді. Міне Софияның заказы. Күту. Міне вареники алдық. Сыстық болып тұр. Үфте. Қазір ыстық болып тұр жаңа. Істе. Сен күшіп отқан қыздан. Мынандай Құрманайдың тамағы келді. Судак балығымен келді тамағы. Антилятина в говчашке деген тамақ. Қазір мөлдір екеумізге келеді. Мөлдірдің заказ келді. Курица, шпинат, бринза деп. Мына мөлдірдің заказ күшті. Мінекей мен тамағым келді. Чикен строганов деп аталады. Күшті подача. Бізде екі мөлдір подушкамыз. Мөлдірге тоже шпинатом, не курица ма? Осылай тамақ берді. Подачасы күшті екен. Мен деп атын жазып береді екен. Неке өзі түседі ба? Мына жерде неше түрлі гүлдер қойып қойыпты. Міне ғой. Дәретханасында осындай қол жуатындар бар екен. Өзім шам деп тұр. Қол шық. Телевизордан алып көреді. Біз шықтық тамақтанып. Прогулка жасап жүрміз қыздармен. Тәтті нәрсе жейміз деп. Жаңа отырған жерімізде десертте еш нәрсе болмады. Тек медовик қана екен. Содан біз басқа жер іздеуге шықтық. Мынандай күшті пекарняны өтіп бара жатырмыз. Күшті тәттілер. Жүріп Джекасқа келдік.
бір сокпен не тәтті ішу үшін таба алмай жүрміз. Әшейінде табылады ғой. Мынандай сникерс пен молочный девочка заказ беріп шай ішіп отырмыз. Қыздардың еншіктері еніп жатыр. Иә, бағасы қолжетімді екен Джекаста. Сникерс 690 теңге ма? 590 теңге. Бірақ мына сникерс дегеннен қарағанда молочный девочканың дәмі әдемі екен. Кішкене нежный ма? келгенде осыны жеңдер деп қойсай. 100 теңгеге арзан айтып қойыппыз. Мына 690, мынау 790 екен. Шайымыз келді, енді қыздардың біріншін күтіп отырмыз. 2 литр. Иә. Мөлдір сабаққа асығып отыр. Отаққа мына жерде отыр, шашыпты. Мынандай атмосфера. Жасап қойыпты осындай. Міне Джекастың панкейкі келді. Ух ты, Құрмана мен Мөлдірдің заказы келді. Ал ас болсын қыздар. Ішіне киви, банан шығып жатыр. Міне мороженое. Мен шығады екен деп қойсай. Панкейк жақсы екен. Осы панкейк жақсы ана. Неден қарағанда? Ісірген японский панкейктен қарағанда ше. Осы панкейк жақсы. Біз шықтық Джекастан да. Енді Джекасқа бардық қой. Енді қыздармен қоштасып, келесі кездескенше деп қайтып бара жатырмыз үйге. Үйге барып қазір тамақ жасап, қыздарымды сәттен күтіп алам. Раянам кішкене тамақ ауырып қалған еді. Соны емдеуім керек. Пробка басталып жатыр мәссаған. Сағат 5 болды, мен деген кешкі 6:30-ға дейін жетуім керек. Біздің үйге негізі 1,5-2 сағат жүреді. Соған енді автобус тезірек жетсе жақсы болушы еді. Көреміз енді. Осылай автобустың арнайы жолы бар. Соның өзінде пробкаға түсіп қалдым. Ұйқысы келді, жаным. Ал достар, рахмет көп. Үйіме жетті. Мәссаған тура жұмыстан қайтатын уақытқа түсіп қалыппын. Барлығы толып мініп, одан кейін пробка болып кетті. Жаман пробка болып кетті. Енді тезірек ужин жасап жіберейін. Барлықтарыңызға көп рахмет. Осы жерге дейін көріп, қолдап жатқандарыңызға. Лайк басып, комментарий жаза кетіңіздер. Тіркеле кетіңіз. Көп рахмет барлықтарыңызға. Сау болыңыздар.